Нұрсұлтанда елорда жастары бағдарламасы аясында жастарға жеңілдетілген несие беріледі. Жұмыс істейтін жастар 18 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген несие рәсімдей алады. Бүгінде елордадағы жастар саны 232 065. Оларға жан-жақты, соның ішінде тұрғын үй мәселесін шешу бойынша қолдау көрсетіліп келеді. Бұл туралы онлайн брифингте қалалық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Қайрат Қамбаров айтты. Бүгінде қаланың 15 жоғары оқу орнында 62 788 студент білім алып жатыр. Жұмыс істейтін жастар саны 133 000-ды құрайды. Жұмыс істейтін жастарға арналған елорда жастары жеңілдікпен несие беру бағдарламасы бойынша өтінімдер қабылдау қазан айында басталған. Бүгінгі таңда 150 несие берілді, деді спикер. Естеріңізге сала кетсек, бағдарлама аясында жұмыс істейтін жастарға 18 миллион теңгеге дейін жеңілдетілген несие беріледі. Шарттар келесідей: пайыздық мөлшерлеме жылдық 5%, бастапқы жарна 10%, несие мерзімі 25 жылға дейін беріледі. Сондай-ақ 3 жылдан бері тоқтаусыз сатып алу құқығынсыз жұмыс істейтін жастар үшін жалға берілетін тұрғын үй бағдарламасы іске асырылып жатыр. Биыл бағдарлама бойынша тұрғын үй алуға 4863 адам өтініш берген, барлығы 1050 пәтер берілді. Іріктеу балдық жүйе бойынша, ал пәтерлерді бөлу өтініш берушілердің отбасы құрамы бойынша жүргізіледі.